және соңғы сәлемдесу. Аралас, арал. Теңізде туып, теңізде өскен, теңізді сүйген жастармыз. Ғажайыптар маусымы. Ал Арал қаласында ғажайып нәрсе ол сонау 1952 жыл басталып кеткен болатын. Кіші Аралдан 50 шақырым жерде тұратын Аралас. Ассаламағалейкум, Астана. Теңізде өскен. Осы кезде бір жүгіріп келіп, уағалейкум салам дей салды. Шынымен ғажайыптар маусымы, иә? Шынымен ғажайыптар маусымы. Негізі мынау ғажайып деген нәрсе, мысалы бар ғой, біздің маусымға қайтып келуіміздің өзі ғажайып. Не ол? Маусымға қайтып келуіміздің өзі ғажайып дедім. Маусым деген қай ай? Апрель ма? А? Маусым апрель ма? Кешіріңіз, Мәди аға. Бұл жайдарман. Жайдарманда орысша сөйлеуге болмайды. Орысша күлуге ше. Күлуге болады, бірақ ыңды қосып күл. Бауырым тека досым көрсін деді кер. Қалғандан жаңа таудай жабырқамай көңіліңді көтер. Аға, ассаламағалейкум. Ойбай, қолың қайрат екен. Қой қайратты кемес, өзімдікі ғой. Ассаламалейкум, Месна. Қалайсыз? Мүмкін қалайсыз? Жақсы. Ай, Месна, базар жоқ қой. Сыйлайды да мен, сіз деп қояды маған. Не болды, Месна? Көңіл күйіңіз жоқ қой, сиыр өліп қалған адам ұқсап. Әлде ойында досыңыз көрінбейді ғой? Ерлан аға ма? Ол Ерлан аға келе алмай қалды. Оның басы ауырып, бүгін ойынға жюри бола алмайды. Мен бас ауырмай не істейді? Отырады да мынадан ұрады да отырады. Есна. Өзі сол ма? Өзі ма? Ассаламалейкум, бәке, қалай амансың ба? Қалай сөйлеп тұрсың? Бұл Бақтияр Артаев ағамыз. Бұл Олимпиаданың чемпионы. Тараз қаласындағы Айша Бибі ауылының әкімі болған. Сонда, бәкең не жиналыс жасайды ғой? Жиналыс жасаған кезде ешкім кешпейді әлі. Сонда қалай? Енді әкім бес па жұмыстан шығарып жібереді ғой. Ойнаватын бәке. Білем ғой мен, жақсы танимын ғой. Жақсы танисың ба? Жақсы танимын мен. Қайдан танисың? Телевизорден көріп тұрам ғой. Ол сені тани ма? Мен де таниды ғой. Қақтан таниды? Мен де телевизорден көріп тұрмай ма? Сонда жақсы араласып тұрасыңдар ма? Жақсы араласамыз, бір-бірімізден телевизор арқылы хабарласып тұрамыз. Бәке, жайдарманға қош келдің. Дым қысылма, ұялма, қатаймай отырш. Бәке, айтып отырмын ғой. Өзім бармын. Отыра беш. Біреу тиіссе, маған айт. Маған біреу тиіссе, саған айтам. Құрмет достар, бәріміз менің атым Қожа фильмін білеміз. Білеміз да, білеміз. Кәне еркін, білеміз ба? Біледі екен, басқа сізге дайындалына ба? Мектеп бітіргендеріне 5 жыл болған түлектер өзінің мектебінің алдында. Мектеп бітіргендеріне 5 жыл болған түлектер өзінің мектебінің алдында. Ғалым дейінде, шіркін, қанша жыл білім алған, білім ордасы мектебіміз әрқашанда ыстық қой, шіркін. Әрине ыстық болып көрінеді. Өртейім жатқан жоқ па?
Сөндірейік. Сөндірейік. Келесі кіре берсін. Ассалаумағалейкум, братан, қалайсың? Мен қыз балам дұрыс амандас. Сәлем алейкум. Айта бер, неге келдің? Жаңа жұмысқа тұрайын деп едім ғой соған. Енді сен мына жер жұмысқа алатын жер ма? Жоқ, біліп өтін, бәрін біліп өтін, прекрасно біліп өтін, нормально. Жоқ, жаңа жұмысқа тұру керек дейді да, соған мынандай бітіп кеткен үлкен бір тиын тебен керек дейді ғой. Тиын тебен емес, түйін деме. Сондай бірдеңе. Сондай бірдеңе. Жарайды, атың кім? Аты жөнің? Галек 88. Сен менімен ойнап тұрсың ба? Жоқ, біліп өтін. Мен мына жерде ойнап отырмын ба? Жоқ, біліп өтін, бәрін біліп өтін. А? Жоқ, біліп өтін. Әкеңнің атын толық айтшы, әкеңнің атын. Сөйтіп айтсаңшы енді. Матрос көшесіндегі, Кирттегі Бауыржанның баласы Галек 88. Туған жылың? Жылан жылы. Сен менімен ойнап тұрсың ба? Жоқ, біліп өтін. Жоқ, біліп өтін бәрін. Мен мына жерде ойнап отырмын ба? Жоқ, біліп өтін, мен прекрасно біліп өтін ғой бәрін, конкретно. Не дейсің? Как она есть. Қанша тіл білесің? Бірақ тіл ғой сол. Қандай тіл? Қызыл. Үйленгенсің ба? Ондай қатты үйленген жоқпын. Үйленгенсің ба деймін? Шақырса келейін деп бедің де. Мына жерге жазам. Жазбай қойшы, тойға адам көп келеді өзі. Қандай жұмысқа тұрайын деп жатсың? Жаңа нағашы братан айтып еді ғой, жаңа Астанада шама стройка бар, соны оттаяқ деп еді ғой, ауылда жатсың ғой, шама тірлік істешейші деп еді ғой. Мына жерге жазып қойайын ба? Нағашы братан шақырып жатыр еді ғой ауылда. Ысқы бар қалада. Екеуміз қосып бір движение істемейміз ба? Жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп жазып қойайын ба? Давай, жазып қойшы, братан ырза болып қалсын. Ойнап отырма мен арада. Телефон номеріңді айт. Маяк сашы, өзім хабарласам. Мына жерге жазып қоям деймін. Мына жерге жазып қойшы, маяк саса, өзі хабарласады деп. Сен мені ақымақ қылып тұрсың ба? Мен мына ойнап отырмын ба? Отып қалдыңыз ғой. Жоғал! Достар, біз 6 жыл бойы аралдың теңізін тартылған туралы айтып келе жатырмыз. 6 жыл болды біз ауылда су жоқ екенін айтып келе жатырмыз. Шаршадық шынына келгенде. Құрметті жоғарыда өткен ағалар, төменде отыр екен ғой. Теңіз үшін өйтіп қатты бас қатыра бермей қойыңдар. Ол сіздердің қолдарында емес қой, табиғат қой ол деген. Ол жоғалатын болса жоғалып кетеді, өртеніп кетеді ол. Құрметті достар, сіздермен бірге болған аралас ойын командасы. Үйлеріңе айтпай-ақ қойыңдар, өзіміз хабарласамыз. Дархан заман нұрымен жайнай туған аралым, өскенімде көріп мен мыңнан сайын. Аралас командасы Арал қаласындағы жеке кәсіпкерлер Жұмаш Мырзаға, Бейсенбаев Темір Алда Жұманұлына алғыстарын айтады.